Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге жұп-жұқа өте дәмді блинчиктардың рецептісін ұсынамын. Осы рецептпен жасасаңыздар, тура 20 штук блинчик шығады. Үйдегі адам санына байланысты аздап жасаймын десеңіздер, осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де үйде адам саны көп болса, онда тура осы рецепті 2 есеге көбейтіп жасауға болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір ыдысқа 1 стакан сүт құямыз. Одан кейін қайнаған ыстық су құямыз. Енді 3 жұмыртқа қосамыз. Енді венчикпен бір араластырып аламыз. Одан кейін қасықты толтырмай 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант қосамыз. Бір араластырып, қант пен тұзымызды ертіп аламыз. Ендігі кезекте сұйық май қосамыз. Одан кейін сәл ғана ас содасын қосамыз. Барлығын бір араластырып аламыз да, ең соңында ситадан өткізілген ұнды қосамыз. Ішінде комоктар болып қалмас үшін блендермен бір араластырып аламыз. Бізде тура осындай масса болуы керек. Енді кезекте блины пісіратын табамызды қыздырамыз, одан кейін осылай майлаймыз. Қызып тұрған табаға осылай массамызды құямыз. Қызарған кезде екінші жағына аударамыз. Тура осылай барлық блинчиктарымызды пісіріп аламыз. Әрбір блинімізді пісіріп болғаннан кейін ортасына осылай сары май жағамыз. Дайын болған блинчиктардың ортасына әртүрлі начинка жасасаңыздар да болады, немесе қаймақпен, балмен, сгущенкамен де ұсынсаңыздар болады. Тура осындай жұп-жұқа дәмді блины сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.